Мен әлі Құран оқи алмаймын. Жасыңыз қаншада? 45 жаста болсаңыз, менімен жасты екенсіз. Құранды оқи алмайсыз, бірақ оқығыңыз келеді, түсінгенім. Құранды айтайын ба сізге? Ол Құран деген тылсым сыр. Сіздің ішіңізде жасырынып тұрған құпия. Ол Құран бір ағылшынша оқып үйренген сияқты, немесе бір французша, қытайша оқып үйренген сияқты бір тіл емес ол. Құранның тілі, үйрену тілі ол тылсым дүние. Сіз мен оқығым келеді. Мысалға мен күні бойы Құран туралы айтып жатырмын, сіз мені тыңдадыңыз, айтасыз, мен Құран оқығым келеді. Құранда бір тылсым дүние бар сияқты. Мысалға жай күндері Құранды оқыса, бір әрпі 10 сауап болатын болса, Рамазанда 10 сауапқа айналатын болса, неге маған оқымасқа, мен осы Құранның тілін шешкім келеді, құпиясын ашқым келеді деп өзіңіз ниет қылсаңыз, сізге оп-оңай Құранның үйрену жолдары оп-оңай ашылады. Өйткені мен өзім осылай үйренгенмін да. Мен 9 классымда намаз емес, бірінші Құран үйрену парыз екен деп ойлап Құран үйренгенмін. Сол кезде бір кісіден маған осындай бір инсайт келген. Сол кісі айтқан маған, Құран үйрену оп-оңай нәрсе. Егер сен маған оңай, мен Құран үйренемін десең, ол саған оп-оңай ашылады деген. Содан мен 1 жылдан кейін